Адель туралы 10 дерек. Адель Лори Блю Эткинс, ағылшынша Адель Лори Блю Эткинс, Адель есімімен танымал. 5 мамыр 1988 жылы Лондон, Ұлыбританияда туған. Ағылшын композитор, жазушы, поп, джаз, соул, блю жанрларының әншісі. Британ империясының орденінің 2013 жылғы иегері. Оның марапаттарына 15 Грэмми сыйлығы, 12 Британ сыйлығы, Оскар сыйлығы, Алтын глобус сыйлығы және Prime Time Emmy сыйлығы кіреді. Адель Эткинс алғаш рет мектеп сахнасында Райс өлеңін орындады. Кейіннен Адель Кройдондағы өнер көрсету және технология Лондон мектебін оқуға түсіп, 2006 жылдың мамырында тамамдайды. 2 айдан соң platformmagazine.com атты онлайн арт журналының 4-ші басылымында өзінің 2 шығармасын жариялайды. Алғашқы британдық турнеге Адель 2007 жылдың қазан айында шықты. Осы кездері әлеуметтік желілердің бірі MySpace желісінде Адель досына сыйлаған жас шағында жазылған демо таспасы жарияланған. Осы мерейіне орай алғашқы контрактын алады. 2007 жылдың 22 қазанында шыққан Pacemaker Recordings лейблінде оның дебюттік синглы Hometown Glory басылады. Бұл сингл iTunes'та апта синглы деп танылса, ал 2008 жылдың сәуірінде сингл қайтадан Skins телехикаясының саундтрекі болуына орай британдық топ 40-қа кіреді. 2012 жылы Адельдің Джеймс Бонд жайлы түсірілген 007 координаты Skyfall фильміндегі Skyfall деген атаумен саундтрек жазады. Пол Эпфордпен бірге жазылған ән Алтын глобус және Оскар премияларында 2013 жылдың үздік ән санатындағы марапатталса, Грэмми премиясында кино, телеарна немесе визуалды қойылымға арналған үздік ән номинациясымен марапатталады. Адель 2022 жылы 170 миллионнан астам жазба сатылған әлемдегі ең көп сатылатын музыкалық артистердің бірі. Оның 21 атты альбомы Rolling Stone журналының барлық уақыттағы 500 үздік альбомдар тізіміне енген. Ол Billboard Hot 100 тарихындағы Rolling in the Deep, Someone Like You және Set Fire to the Rain әндерімен бірге басты орындаушы ретінде 3 үздік 10 синглға ие болған алғашқы әйел әнші болды. Адель 2011 жылы өзінің екінші студиялық альбомын шығарды 21 деген. Ол 31 миллионнан данадан астам сатылыммен 21 ғасырдағы әлемдегі ең көп сатылатын альбом болды. Назарларыңызға рахмет.